Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Жаратылыстану пәні. Сабақтың тақырыбы электр энергиясы қайдан алынады. Оқу мақсаты электр энергиясының көздері туралы білесің. Жедел жауап. Үйіңде қандай электр құралдары бар? Олар жұмыс істеу үшін не керек балалар? Электр құралдарын іске қосылу үшін не істеу керек? Өз ойымызды айтайық балалар. Жарайсыңдар балалар, біз біраз мағлұмат біледі екенбіз. Электр энергиясы қалай алады? Кейбір құралдардың жұмыс істеу үшін электр энергиясы қажет. Ол электр энергиясы көздерінен алынады. 66-шы беттегі суретке қараңдар. Адам электр энергиясын қандай көздерін пайдаланды? Елімізде қандай электр энергиясының көздері бар? Олардың қайсы сендердің үйлеріңде бар? Қандай құралдарда батареялар қолданылады? Балалар, оқулығымыздағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суретке назар аударатын болсақ, батареялардағы электр энергиясы химиялық үрдіс нәтижесінде алынады. Екінші суретте су электр станциясы ірі өзендерге салынады. Ол су ағынының энергиясын электр энергиясына айналдырады. Үшінші суретте күн батареялары күн сәулесі мол түсетін жерлерге орналасады. Олар күн энергиясын электр энергиясынан айналдырады. Төртінші суретке назар аударсақ, жел генераторы желдің күшінің электр энергиясын өндіреді. Оларды жел соғып тұратын ашық жерлерге орналастырады. Балалар, суретке қараңдаршы, адам электр тоғын қашан ойлап тапты? Суреттегі құралдар қалай аталады? Сен оларды қайдан кездестірдің? Бірінші, ежелгі Грецияда ежелгі гректер кәріптасты ерекше қасиетін ашқан. Екінші, 1800 жылы, яғни батарея, Александр Вольта электр энергиясын шығара алатын құрал ойлап тапқан. Үшінші, 1874 жылы Александр Лодогин деген инженер қыздыру жіпшесінің орнына көмір жіпше пайдаланып, жіпше шам ойлап тапқан. 1876 жылы адам электр энергиясын алыс қашықтыққа жеткізуді үйренген. Сендер білесіңдер ме? Электр сөзі гректің электрон сөзінен шыққан. Ал грек тілінде аударғанда янтар, кәріптас деген мағынаны білдіреді. Ол адамзатқа баяғы заманнан таныс. Кәріптасты шүберекпен үйкеу үрдісі электрлену деп аталады. Біраз тәжірибе жасаймыз. Бүгінгі біздің тәжірибемізді жүзеге асыру үшін бізге жүннен тоқылған осындай шұлық немесе басқа бұйымды да алуға болады. Фольга, тескіш, бұлар бізге конфетти жасау үшін керек болады. Және осындай шарлар керек болады. Оған қоса дымқыл майлық. Жақсы, біз мына шарларды алдын ала үрлеп қойдық. Енді мен мынау жүннен жасалған шұлық арқылы берілген шарды үйкелей бастаймын. Ал мен конфетти жасай бастаймын. Сіздер оны дүкендерден дайын түрінде сатып ала аласыздар, немесе қағаздан қиып алуларыңызға болады. Біз тескіш арқылы фольгадан жасаймыз. Берілген шұлықпен біздің шарымыз электрленеді. Ал енді көрелік, электрлене ме екен, әлде электрленбей ме? Қараңдар, конфетти өз-өзінен жабысып қалды. Міне. Өте қызық екен, иә, балалар, қараңыздар. Жақсы. Білесіз бе, осы шарларды шашқа осылай үйкелесе де, олар электрленеді екен. Кәне, көрелік. Өте қызықты тәжірибе екен, иә, балалар? Өзіміз жасасақ та болады үйде. Аз болса да кішкене жабысты. Ал мен көрейінші, мүмкін менде көбірек электр тоғы болатын шығар. Кәне, көрелік. Расында да, менің шашымда электр тоғы көбірек екен, иә? Айжан апай, бізде енді дымқыл майлық қалды. Оны мен үйкелеп көрейікші? Кәне, көре ғой.
Сонда сен осыдан қандай тұжырымдама жасағың келіп тұр? Біз бұны былай қорытындылай аламыз. Затты үйкелеу арқылы оны электрлендіруге болады. Және де электрленген зат басқа затқа жақындаса электр беріледі. Ал енді көрейік. Қане көрелік. Не болып жатыр екен, Аружан? Ештеңе жабыспады. Мүлдем ештеңе жабыспады, көрсеңдер болады, иә? Демек, затты осы дымқылмайлықпен сүрту арқылы оның электрін керісінше алуға болады. Өте қызықты тәжірибе екен. Балалар, осы тәжірибелерді сендер үйлерінде қайталай аласың. Балалар, естеріңе сақтап жүріңдер. Ток көздері энергияның басқа түрлерін электр энергиясына айналдырады. Қауіпті және қауіпсіз электр энергиясының көздері қандай зиян келтіреді? Электр көздерінің қайсы қауіпсіз? Ойыңа түсір. Сен білесің бе? 150 жылдан бері дүние жүзі бойынша экспо көрмесі ұйымдастырылып келеді. Онда көптеген елдердің техникалық жетістіктері көрсетілді. Қазіргі кезде адамдар экологиялық қауіпсіз энергия көздерін пайдалануға тырысады. Сондықтан да Астанадағы халықаралық экспо 2017 көрмесі болашақтың энергиясы тақырыбында өтті. Электр тоғының өмірдегі пайдасы мен зияны. Балалар, енді дәптерімізді ашайық. Электр тоғының пайдасы мен зияны туралы дәптерімізге жазайық. Және де қандай қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет екенін жазып алайық. Жел энергиясы және оның Қазақстанда пайдалану. Жел энергетикасы, жел энергиясы механикалық жылу немесе электр энергиясында түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық құралдарын жасаумен айналысатын жаңартылатын энергияның саласы. Ол жел энергиясының халық шаруашылығына ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. Балалар, үйге тапсырма 66-шы бет және 67-ші бетті оқып, мазмұндап келеміз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатта болыңдар.